О, сәлем Бақтияр. Қалың қалай? Менің қалым жақсы. Міне оқушылар сарайына қаламгер үйірмесіне келгенмін. Елдана, сен жазда немен айналыстың? Мен жазда ата-аналармен бірге Нұр-Сұлтан қаласына бардым. Ертегілер оқыдым, құрбылармен аулада ойнадым. Ал мен ата-анаммен Түркістан қаласына барып қайттым. Оңтүстік Қазақстанның киелі жерлері қандай тамаша. Бірақ мен өзіміздің Баянауыл жері туралы аңыз әңгімелер тыңдағым келеді. Бақтияр, біздің ұстаздарымыз Баянауыл ауылына жолдарды бізге қызықты аңыз әңгіме жинауға кеткен екен. Олай болса жүр Елдана, ұстаздарымызбен бейне байланысқа шығайық. Сәлем достар, сіздермен бірге Катаев атындағы оқушылар сарайы және Білім Лайф YouTube каналы. Балалар, бүгін біз сіздерге Баянауыл тауларының аңыздары, ел аузында жүрген әңгімелерді ұсынамыз. Сарыарқаның солтүстік шығысында орналасқан Баянауыл тауларының табиғаты өте көрікті. Баянауыл елді мекені 1985 жылы ұлттық табиғи саябақ статусына ие болды. Ең биік жері 1046 метр болатын. Тау жан-жаққа 20 шақырымға созылып жатыр. Орталық тұсында орналасқан тау шоғырлары Жасыбай, Жанбақы, Торайғыр, Жаманаула біртіндеп жазыққа ұласады. Табиғаттың әдемі, сұлу келген тас мүсіндері де дәл осы орталық бөлігінде орналасқан. Мұнда Сабынды көл, Жасыбай, Торайғыр көлдерінің жағалауларындағы әсем құздар, алуан бейнелі алып жартастар, үңгірлер, тау етектерінен аққан бұлақтар ерекше көрік береді. Ұзақ жылдар бойы жел мен судың әрекетінен түрлі мүсіндерге айналған. Найзатас, жұмбақтас, көгершін, кемпіртас, атбасы, сонымен бірге қола дәуірінен қалған әулиетас, құмыра атты тарихи археологиялық ескерткіштер көптеп кездеседі. Бұлардың барлығы осында Қазақстанда тұңғыш рет 1985 жылы ұйымдастырылған Баянауыл ұлттық табиғи саябағында орналасқан. Павлодар облысының Маржаны Баянауыл ауданында табиғи ежелгі ескерткіштер өте көп. Соның бірі Қоңыр әулие. Ежелгі аңыз әңгімелерге сүйенсек, халықтың айтуынша Қоңыр әулие Қыдыр атаның мекені болып табылады. Балалар, қазір біз Қоңыр әулие үңгіріндеміз. Қоңыр әулие үңгірі туралы бізге еліміздің атақты өлкетанушысы Алтынбек Құрманов баяндап береді. Қайырлы күн, Алтынбек аға. Біздің оқушыларға осы Қоңыр әулие шатқалы туралы баяндап, ақпарат берсеңіз. Әрине, бұл елде, жерде болашақ ұрпақ иесі. Сондықтан олардың өз елін, жерін, қасиетті мекендерін біліп жүру ләзім деп ойлаймыз. Біздің Баянауыл елі жұмбақ ел, жұмбақ жер. Бұның іздегенінен, зерттегенінен зерттелмегендер көп. Бұл енді тылсым дүниеге толы. Менімен ешкім дауласпайды. Біздің Баянауыл елі алғашқылардың мекені. Ғылым мен өнердегі тұңғыштардың мекені болып саналады. Оған дәлелдің қажетті шамалы шығар, ол белгілі, тарихымызда да жазылған. Қашанда біздің Кереку Баян өңірі Баянауыл елсіз сөйлемейді. Мынау қасиетті Қоңыр әулие үңгірі өте көне дәуірден адамзат баласының жаратқаннан тілек тілейтін орны болып табылады. Ұлтына, нәсіліне, дініне бөлмейді. Жаратушы біреу, оған әркім әртүрлі жолмен барады. Қасиетті Қоңыр әулие бұл жарықтыққа мекені 3 бөліктен тұрады. Сіздер мен біздер отырған бөлігі, бұл мешіт бөлігі. Міне күмбезі бар, үстінде көріңіз. Күмбезі. Кірген адам осында өз-өзіне келіп, бір жаратқаннан дұға қылып тілек тілейді. Тілек ада сіздердікі, жаратушы Алла өзі бір қабыл алады. Одан кейін хан да қара да жаратқанның алдына басын иіп кіреді, босаға бөлігі. 1978 жылы бұны осында соңғы рет қазақ археология этнографиясының атасы 8 ғылымды қатар алып жүрген академик Әлке атамыз болды, Марғұлан. Әлке Марғұлан атамыз. Сол кісінің айтуына қарағанда, анау босағадан Ұлы Тұран даласы ислам дініне келгенше Тәңірге сыйынған біздің Алтай түркілеріміз, әргі бабаларымыз айтатын болсақ, жаратқанның алдында ғұндардың императорлары, түрк қағандары, қазақ хандары, ауызбалық қариялар, жақшы бабалар, ғұлама ғалымдар. 19 ғасырдың патша шенеуніктері Қоңыр әулие жөнінде тұшымды дүниені ақпарат бетіне тастап кеткен. Шоқан Уәлиханов, Сібір азаматы Григорий Николаевич Потанин,
Семирик этнограф Николай Коншин, Пача статистика Шербиндер. Олардың барлығы да осы Қоңыраулы жөнінде жазды. Я олардың бәрі де сіздер мен біздердей босағасынан басын иіп кіреді. Екінші бөлігі қараңғы, күн, ай, жұлдыз деген көрмейді. Жай ғана жарық барады, ол бізде ол бөлікті қоналқы бөлігі дейміз. Неге? Өйткені бұл жер мұқтаж адамдарға арналған жерде. Бір жаратқаннан денсаулық тілейді, ұл бала, қыз бала тілейді, басқа амалдары бар, сол адамдар бір жаратқанның алдында құрбандық шалып, осында қонады, ол қоналқы бөлік аталады. Одан кейін үшіншісі баспалдақпен көтеріледі, бір 2-3 метрде жалғыз адам ғана барып қайталатындай қуыс бар, ол жерде тас қазан бар. Қазанда су бар, су әрине киелі су, қасиетті су саналады. Оның құрамында 9%-дан жоғары күміс бар. Күміс медицинада таза күйін адам денсаулығына пайдалы дейді. Ақбет тау Баянауыл жерінде орналасқан. Ең биік жері 1026 метр. Батыстан шығысқа қарай 17 километр. Ені 5-7 километр. Бақтияр, сен бұл жерде не істеп отырсың? Мен сені іздеп жүрмін ғой. Гуглдан Ақбет тау туралы теріп отырғанша, ұстаздарымызбен байланысқа шығайықшы. Мүмкін олар Ақбет тау жаққа жақындап қалған шығар. Бақтияр Елданы, біз дәл қазір Ақбет тауға бет алып келе жатырмыз, жақындап қалдық. Бейне байланыстан үзілмеңіздер. Қазір біз экскурсиямызды жалғастыратын боламыз. Саламатсыздар ма, балалар? Біз қазір Ақбет шыңына жақындап қалдық. Жалпы ел аузында осы Баянауыл төңірегінде бір үлкен дәулетті адам болыпты. Сол кісінің айдай сұлу көркем Ақбет деген қызы болыпты. Сол қыз бір қойшының кедей жігітіне ғашық болып, екеуі осы Ақбет тау шыңының құздың етегінде кездесіп жүрген екен жасырын түрде. Күндердің күнінде қыз бой жетіп, әкесі сол маңдағы үлкен дәулетті бай, үлкен адамға, үлкен шалға тұрмысқа ұзатпақшы болады. Осыны естіген қыз түнде қашып шығып, Ақбет сұлу осы Ақбет шыңның басынан құлап, о дүниелік болған екен. Соған байланысты осы тау Ақбет тау деп аталады. Жалпы Баянауыл төңірегінде таулар өте көп. Атап айтсақ, Қызылтау, Далба тауы, Қалмақ қырылған тауы, тағы да басқа Баянауылда таулар көптеп кездеседі. Енді мына Ақбет тау осы төңіректегі ең биік шың, жалпы биіктігі теңіз деңгейінен 1026 метр болып саналады. Алло, Бақтияр, сәлем, қалдарың қалай? Сендер қазір біздің ұстаздарымызбен бірге онлайн экскурсияда отырсыңдар ма? Мен де сендермен бірге онлайн экскурсияға қатысқым келеді. Сонымен қоса, Баянауыл жерінде орналасқан Кемпіртас туралы көп мәлімет білгім келеді. Сәлем, Ансар. Бізбен бейне байланысқа шықсаң, Кемпіртас туралы біле аласың. Балалар, Баянауыл ұлттық паркіндегі ең танымал тас Кемпіртас. Оған байланысты шығарылған аңыздар өте көп. Әлімсақта жергілікті тұрғындар бұл жерде ерекше жылқы тұқымын өсіріпті. Кемпіртас жартасы Баянауылдың жаңағы символына айналған. Визитный карточка деп айтамыз ғой. Келуші халық Баянауылдың жаңағы табиғат бейнелерін көрсеткенде Кемпіртас болмаса Баянауыл қайда деп сұрайды. Ал Кемпіртасты көрсе Баянауыл екен деп біледі. Бұл Кемпіртас жөнінде бізде аңыздар көп. Соның бір ғажап бір нұсқасы. Соны ерте заманда ғұндар ма, сақтар ма, сарматтар ма, сол замандарда осы жерді мекендеген тайпалардың жаңағы қарт ана бір сұлу қыздардың байқауын өткізген екен дейді. Содан бүкіл Тұран даласының сұлу қыздары осы Көктаудың бауырына жиналып, әдемі жерге келіп, содан апа қайсымыз әдеміз деп сұрағанда қыздардың бәріне сен де әдемісің, сен де бәрің де әдемісіңдер деп. Содан қыз балалар реніш туғызады. Апа біздің әдемі екенімізді сіз өзіңіз ғана көріп тұрсыз, біз өзімізді көре алмай тұрмыз ғой. Оны қалай бізге көрсетпекшісіз дейді. Сонда қарт ана 4 жаққа 4 айна лақтырған екен дейді. Ал енді беттеріңді көре беріңдер, жүздеріңді көре беріңдер, сендерден асқан сұлу жоқ деп. Бүгінгі балалар да, жастар да сұлу біздің.
Ол 4 айына біздің Баянауылдың өңіріндегі 4 көл екен. Сабынды көл, Жасыбай көлі, Торайғыр көлі, Біржан көлі, сол Кемпіртастың айнасы екен деген бізде аңыз бар. Сұлтанмахмұт Торайғыров ауылында, Ақбеттаудың баурайында, Торайғыр көліне сән беріп тұрған үлкен кербез әдемі шың бар. Бұл шыңды ауыл үлкендері Сәкен шыңы деп атайды. Қазір осы Сәкен шыңы жайлы бізге Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы мемориалдық музейінің меңгерушісі Меңсұлу Мұхтарқызы баяндап береді. Сәлеметсіздер ме балалар? Сіздер білесіздер, біздің Қазақстанның жері кең байтақ, әсем жерлерге толы. Сондай табиғаты керемет әсем жерлердің бірі ол әрине біздің Баянауыл өлкесі. Біздің Баянауылды екінші Швейцария деп атайды екен. Баянауылдағы әдемі жерлердің бірі ол біздің туған жеріміз Торайғыр жері. Торайғырдың әрбір тауы мен тасы бір тарихи дерек десек те болады. Сіздер өздеріңіз көріп отырған материалдан оған көздеріңіз жетіп отырғанына күмәнім жоқ. Мысалда балалар айтсақ, мына тау бізде Сәкен шыңы деп аталынады. Сәкен шыңы деп ол қазақтың көрнекті жазушысы Сәкен Сейфуллиннің құрметіне аталған екен. 1919 жылы Сәкен ағамыз көктем айда қуғын сүргін кезінде осы жаққа өзінің біріншіден Шайбай деген досын іздеп келсе, екіншіден Сәкен ағаның нағашы жұрты осы Баянауыл өлкесінен болған екен. Қуғын сүргін кезінде ауыл тұрғындары Сәкен ағамызды қуғыншыларға бермей, осы шыңға келіп, ол кісіні жасырған екен. Сол себепті бұл шыңды Сәкен шыңы деп атап кеткен. Балалар, жаңағы Сәкен шыңы тауының оң жағында 7 ағайын деген тау бар. Бұл қабілетті, білікті, жау жүрек 7 ағайындының құрметіне аталған. Бұл 7 жігіт өзінің жерін жаудан қорғап қалған. Бұл тау Торайғыр тауы деп аталынады. Жергілікті тұрғындар бұл жерді жас ақын, жазушы, драматург Сұлтанмахмұт Торайғыровтың құрметіне атаған. Осы таудың бөктерінде Торайғыр ауылы етек жайып жатыр. Сәлем балалар. Ұстаздарымыз келіп қалыпты. Балалар, сендерге онлайн экскурсия ұнады ма? Иә, маған өте ұнады. Мен енді Қоңырәулие және Ақбеттау туралы көп мәлімет білемін. Ал мен Сәкен шыңы, Торайғыр таулары туралы көп мәлімет жинадым. Рахмет сіздерге. Олай болса балалар, осы жерде көрсетілген сілтемені барлық өздеріңіздің достарыңызға, ата-аналарыңызға таратып көрсетіңіздер. Туған жердің тарихын, тау-тас туралы әңгіме аңыз білген балалар, өздеріне жақсы туған жердің тарихын білу балалар. Бұл әрбір оқушының азаматтық парызы.